Бисмиллахир-рахманир-рахим. Періштерге сену мәселесі. Періштерге сену иман шарттарының басты рүкіндерінің бірі. Олардың бар екеніне иман келтіру парыз, ал мойындамаған діннен шығады. Қасиетті Құранда Алла Тағала «Әмәнәр расулу бима унзила илайхи мир роббихи вал муъминун. Куллун әмәнә биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи». Елші өзіне Раббысынан түсірілгенге иман келтірді һәм мүміндер иман келтірді. Барлығы Аллаға, оның періштеріне, кітаптарына және елшілеріне иман келтірді. Омар ибн аль-Хаттаб, Алла ол кісіге разы болсын, жеткізген хадисінде Жәбірейілдің алейхиссалам пайғамбарымыздан келіп, иман дегеніміз не деп сұрағанда, ол иман дегеніміз Аллаға, оның періштеріне, кітаптарына, елшілеріне, ақырет күніне және тағдырдың жақсы мен жаманына сену деді. Осы тұста періштердің болмысы мен сипаттарын төмендегідей толыққанда айта кетейік. Біріншісі, нұрдан жаратылған. Олардың болмысы жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам періштер нұрдан, жындар түтінсіз оттан, ал адамдар болса Құрандағы сендерге айтылған нәрседен жаратылған деп баяндады. Екіншісі, еркек немесе әйел болып жынысқа бөлінбейді. Кім оларды ер жынысымен сипаттаса, пасық болады. Ал оларды әйел жынысымен сипаттаған адам күпірлік еткен болып саналады. Үшіншісі, ішпейді, жемейді, ұйықтамайды. Олардың ішіп жемейтініне Ибрахим алейхиссалам пайғамбардың періштерді қонақ еткен уақиғасы дәлел болады. Төртіншісі, әр түрлі пішінге ене алады. Құранда олардың шынайы және өзге де бейнелерде көрінетіндері айтылады. Және бесіншісінде, күнәдан пәк. Періштерде күнә атаулы тәкаппарлық, реніш тәрізді пенделік қылықтар болмайды. Бар міндеттері Аллаға құлшылық етіп, оның әмірлерін мүлтіксіз орындау. Бұл жайлы Алла Тағала Құранда «Ла ясуналлаха ма амарахум ва яф'алуна ма ю'марун». Олар Алланың бұйырған нәрселеріне қарсы шықпайды және не бұйырса соны қалтықсыз орындайды. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллах.